Сәлем достар! Бүгін біз керемет және тағынбай жануарлар жылқылар туралы сөйлесетін боламыз. Жылқылардың мыңдаған жылдар бойы бізге серік болғаны қызық. Осы әдемі жаратылыстар туралы көбірек білейік. Жылқылар жер бетінде өмір сүретін ең ежелгі тіршілік иелерінің бірі болып саналады. Олар шамамен 50 миллион жыл бұрын пайда болды және содан бері кең иықты және сымбатты аттар біздің мәдениетіміз бен тарихымыздың ажырамас бөлігіне айналды. Жылқылар әсерлі параметрлері бар ірі жануарлар. Олардың биіктігі құрғақ жерлерде 140-180 см-ге өзгеруі мүмкін және орташа салмағы шамамен 450-680 кг. Дегенмен олардың тұқымына байланысты әртүрлі өлшемдер мен түстер болуы мүмкін. Жылқылардың ұзын аяқтары, сымбатты дене құрылымы бар. Бұл оларға үлкен жылдамдықты дамытуға мүмкіндік береді. Олар құрлықтағы ең жылдам жануарлардың бірі, 55 км/сағ жылдамдыққа жетеді. Жылқылар жігерлігі мен төзімділігімен де танымал. Жүрек тамыр жүйесі жоғары деңгейде болғандықтан, олар шаршамай ұзақ уақыт жүгіре алады, немесе жұмыс істей алады. Жылқылардың керемет қасиеттерінің бірі олардың үйрену қабілеті. Бұл ақылды жануарларды үйрету оңай және әртүрлі командалар мен амалдарды орындай алады. Адамзат тарихында жылқылардың маңызы өте зор. Олар біздің саяхатшыларымыз, далалар мен соғыстарда көмекшілер болды. Тіпті біздің мәдениетімізге рақым мен еркіндік символы ретінде айналды. Сондай-ақ жылқы көбімізге шабыт пен қуаныш, жылқылармен қарым-қатынас сенімділікті дамытуға және басқа адамдармен қарым-қатынасты нығайтуға көмектеседі. Жылқылар аяқтарының ерекше құрылымының арқасында дерлік үнсіз қозғалады. Жылқылар біздің өмірімізге және айналамыздағы табиғатқа үлкен әсер етеді. Арамыздағы осы таңғажайып байланысты сақтау үшін біз оларды және олардың мекендейтін ортасын қорғауымыз керек. Жылқылар туралы көбірек білгеніңіз үшін рахмет. Мүмкін енді сіз бұл әдемі жаратылыстарды одан да жақсы көріп, бағалайтын шығарсыз.